Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен ерекше нарының рецептімен бөліскім келеді. Ең алдымен оған етімізді суға салып қайнатып аламыз. Нарынға сүйегі бар ет салсаңыздар өте майлы, дәмді болып шығады. Піскен етімізді алып бөлек қоямыз. Оның ішінен бізге сорпасы қажет болады. Сорпасын бөлме температурасында суытамыз. Сорпа бізге қамыр илеуге қажет болады. Ал ендеше бастаймыз. Қамырымызға ең алдымен жарты шай қасық тұз, бір жұмыртқа салып араластырамыз. Тұзымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Оның үстіне жылы сорпамызды құямыз. Барлығын бір келгі араластырып, кішкене ұн сала отырып, қамырымызды қатты етіп илейміз. Ескеретін жағдай, қамырды елгезектен міндетті түрде өткізген жөн. Еттің сорпасына иленген қамыр өте дәмді, әрі езілмейді және ерекше болып шығады. Нарынды түрік тілдес ұлттар дайындайды. Әр ұлттың дайындау үлгісі әртүрлі. Қырғыз, ұйғыр, өзбек ұлттары көбіне дайындайды. Өзбек ұлттарында нарын тамағы әрбір мейрам дастархандарында көрсеңіздер болады. Ал енді қамырымыз илеген соң, әр 10-15 минут сайын үйін қандырып илеп отырамыз. Сонда қамырымыздың жайылуы өте оңай болады. Қамырды қаттығып илеген жөн. Мінекей қамырымыз дайын болды. Дайын болған қамырымызды кішкене бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Жаюға ыңғайлы болу үшін. Қамырымызға ұн сеуіп, дөңгелек етіп илейміз. 5 бармаққа қамыр илегеннен кішкене қалыңдау қылып илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды ұзын-ұзын бөлікке бөлеміз. Себебі біз оны ішіне май жағып орайтын боламыз. Видеода көрсетілгендей өте үлкен ұзын бөлікке бөлдім. Қайнап тұрған сорпамызға қамырымызды салып 5 минуттай қайнатамыз. Піскеннен соң қамырымызды алып, кішкене мұздай суға салып, қамырымызды кептіреміз. Піскен қамырымызды міндетті түрде кептіру керек, сонда нарынымыз шашпа болады. Қамырымызды ол үшін бөлек бір ыдысқа жазып қоямыз. Бөлек таза ыдысқа сұйық май құямыз. Қамырымызды жазып, оның үстіне сұйық май жағып шығамыз. Оны дөңгелек етіп ораймыз. Ұзын-ұзын бөлікке. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай бірнеше бөлікке бөліп орадым. Ал енді осын тураймыз. Менің отбасым қалыңдықта жақсы көреді. Сіздер майдалап турасаңыздар да болады. Етімізде майда етіп тураймыз. Бұл нарынды сорпамен немесе сорпасыз бере берсеңіздер болады. Себебі нарының дәмі өте ерекше болып шығады. Сорпасызда дастарханыңызға ұсынсаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп отырыңыздар, қоңырауша белгісін бассаңыздар, әр апта сайын жаңа рецептпен бөлісіп отырамын. Сіздерге нарын жасалу жолын ұнады деген үміттемін. Менің рецептіммен дайындап көреді деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.